Жұмаханұлы Үсенбай жеңгеміз Таужан қызы жібектің мынау рухына осының құрметіне беріп жатқан садақамыз қабыл болсын, балдар бақытты болсын. Бұл енді мен көп сөзбей-ақ жаңа кімнің адамы бірталай тарихын айтып кетті ғой. Енді бір-екі ауыз жаңа жазған өлеңім бар, соны оқып берейін. Соған арза боларсыңдар. Бұл кісіменен ауылдас болдық, бірге болдық. Өткен ғасырдың 58-59 жылдары осы ағамызды бірінші рет көрдік. Біреуміз Түркменстанның о шетінен, біреуміз бұ шетінен келіп, сол жерде ағайындармен танысып, әсіресе қожалармен бірге болдық. Содан кейін Ержар дейтін Новый Рай центр дейтін сол жерге бірге көшіп барып, сол жерде де бірге болдық. Сосын осы бір ауаны жұтып, бір жерден су ішіп жүрген ағайын, соның аруағында болсын деп біргенімді жазып келдім. Жұмаханұлы Үсенбай ағамыздың ас садақасына, Таужан қызы Жібек қызына, жеңгемізге, бұл кісілер енді өздері әкеммен құрдас еді, кішкене өздерін жас киініп шөлдеген ұстағасын, әкеміз болса да аға деп, жеңгемізді жеңеше деп жүйеп кетті. Соған енді Жұмаханұлы Үсенбай әкеміз болды айбатты, ағамыз еді қайратты. Советтік кеңес кезінде 41-ші жылдың өзінде соғысқа кіріп сұранып көрсеткен екен қайратты. 7 жыл жүріп келіпті, өлмеген сарбаз еріпті. Соғыста басшы болғасын, көмегін қолдан көрсетіп, жолдасқа жәрдем беріпті. 47-ші жылдың арасы, біткесін жаудың шарасы, Оралды туған елге Қарабек ауыл қаласы. Танысыпты елінде Беріш қызы Жібекпен. Жібек атты жеңгеміз 8 құрсақ көтеріп, бақытқа жарым теңеген. 60-ында бір бидай, абайы болды бірегей. Сәнім, балым, баянды, қансыру жаным күнім деп қан қызына теңеген. Абай ұлы немере, назар менен серігі, ата менен әжесін қуанышқа бөлеген. Өткен ғасыр қой жылы, тыңиген науқаны бастады бас қаладан. Жан-жақтан келіп ағайын, қоныстанды сол жылы, Қаражүк деген даладан. Тыңиген бастады, Шардара сұлу Арнасай, Мырзашөл Бекет Ержардан. Бастық болып басқарды Жұмаханұлы Үсенбай, Қызыл жұлдыз Совхоздың бөлімшесі 5-ші ашық асын жаңадан. 60-шы жылдың көктемі сынақтар болды өткені. Бір жағы елдер темір жол, бір жағы астық егін болды. Болып құт қоныс ағамызға бол жол. 61-ші жылдың сәуірі, көп айдың болды тәуірі. Сол жылы ұшты Гагарин, іздеген көктен тәңірі. Несібесі елдің молайды, бір Алланың әмірі. Түрен салды қазақ жеріне, тың игеру кезінде. Игереміз деп ғарышты, Америка мен Совет жарысты. Гагарин жерді айналып, жұлдызбенен шен алды. Еңбегі адал қарттарын алғыстан басқа не алды? Жұмаханұлы Үсенбай жұмысын қалап Гагарин қаланы басқар, абырой атақ тең алды.